Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай дәмді карамельді пирог дайындайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрса да, пирог бізде өте дәмді болып шығады. Дәмі сізге де қонақтарыңызға да міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Табаға ешқандай жабыспайды, ортасы осындай ылғалды йогурт тәрізді болып шығады. Ең алдымен ұнымызды шұңғылдау ыдысымызға салып аламыз. 1 шай қасық қопсытқыш және де бөлме температурасындағы сары майымызды ұнымызға осылай қолымызбен үйкей отырып, крошка, яғни үгітінді жасаймыз. Дәл осылай жасап, қамырларыңызды біріктіріп илейтін болсаңыздар, сіздерде автоматты түрде песочный тесто шығады. Осылай видеодағыдай крошка шығады. Енді қамырымызды жинау үшін біз сұйық массаны дайындауға кірісеміз. Жұмыртқаның сарысы, сұйық май, қаймағымызды саламыз. Және де қантымызды саламыз. Барлық заттардың өлшемін видеоның астында описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Вилканың көмегімен араластыратын болсаңыздар, оңай әрі тез араластырылады. Ал енді осы сұйық массамызды ұнымызға құямыз. Енді біртіндеп қамырымызды жинай бастаймыз. Қамырымыз алғашқыда осылай ылғалды, сұйықтығы көп сияқты болып көрінуі мүмкін. Артық ұн ештеңе қоспайсыздар. Осылай қолымыздың көмегімен біртіндеп илей береміз. Сонда қамырымыз бірігеді. Қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырымызды арнайы пакетке саламыз. Және де тоңазытқышқа жарты сағатқа тынықтырып қоямыз. Енді ортасына салмасын дайындаймыз. Варенканы алып, шұңғылдау ыдысымызға салып, 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Ең бірінші салмасынан қойылтылған сүт және де жұмыртқаны вилканың көмегімен бірінші араластырып алатын болсаңыздар, оңай араласады. Барлық салманы бірге салып араластыратын болсаңыздар, осы қойылтылған сүт дұрыс араласпай іртіктеліп қалуы мүмкін. Массаның ағып кетпеу үшін, ортасы біркелкі болу үшін осындай кукуруз крахмалын қосамын. Және де 20% қаймақты қосып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осылай карамельді масса шығады. Тоңазытқыштан қамырымызды аламыз. Осылай кішкентай бөлігін бетіне өрнек жасауға алып қаламыз. Қолымыздың көмегімен қамыр ешқандай жабыспайды, жұмсақ. Осылай бортиктарын шығарып, барлық жерін біркелкі етіп, қамырларымызды осы тапанның көлемімен бір етіп жайып аламыз. Барлық бөлігін бірдей етіп жайып алғаннан кейін, біз осылай салмамызды саламыз. Бетіне өрнек салуға алып қалған қамырымызды қолымыздың көмегімен майдалап, осылай бетіне үгітіп шығамыз. Енді 180 градуста 40-45 минут толығымен пісіріп аламыз. Өте дәмді пирогымыз шығады. Пирогты ыстықта пайдаланбаймыз. Салқындатып аламыз, ортасы ағып кетеді. Және де салқындаған кезде дәмі кіреді. Міне осымен біздің карамельді пирогымыз дайын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, алда шығатын жаңа рецепттерді жіберу алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Табаға ешқандай жабыспайды, оңай алынады. Мына жерде біз жартысын жеп қойғанбыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.